Ошол сиздер өткен сабакта салуу эсептерин баштаган болатсыздар. Салуу эсептери дегенimiz осы геометриялык фигураларды толуктай менин көмөгүмөн салуу келет. Эми бүгүн биз осы салуу эсептерин ары карай такырын жалгастырабыз, практикалашабыз, яғни салуу эсептерин толуктай окутабыз. Берилген салууга берилген фигуралардын 5 негизги эрежесин толуктай ары карай жалгастырып өтүүбүз керек. Эми окуучулар, мен силерге өткен сабакка байланыштуу сурактар койгум келип отур. Осы сурактар койганга менин кичигирим сыйлыгым бар, яғни карандаш деп аталат. Эң биринчи сурагым, осы салуу эсептерин чечүүгө кандай куралдарды пайдаланады? Мирас, айта кой. Айта бер. Циркуль, карандаш, сызгыч. Өтө жакшы. Отурабыз. Келесі, салуу эсептерин чечүүдү калай түшүнөсүңүз? Жауабыңызды салууду. Калай түшүнөсүңүз? Ким жооп берет? Асылга айтыңызчы. Салуу эсептерин чечүүдө. Онун тик фигурасын салып болду, калтырып коебызбы? Жок, мына сызып және буну дәлелдеймиз. Дәлелдеймиз. Калай саламызды толуктай түшүнөбүз. Түсүндүрөбүз. Өтө жакшы. Алла коюңуз. Келесі сурак. Осы салуу эсептеринин 4 эрежесин ким айтады? Ким айтасызбы? Нуриман. 4 эрежеси. Тоғжан. Аяны айта коюңуз. Таңдау, салуу, дәлелдеу, эсептеу. Өтө жакшы. Так, келесі. Сызгычтын көмегімен берилген екі нүкте аркылы не салууга болот? Андай түзүү салууга болот. Дәл осындай кайталап калуучура, осы салуу эсептеринде циркулдун көмегімен радиус және оның центр аркылы не салууга болот? Нуриман, не салууга болот? Келесі, мен сіздерге сұрақтар қойылды. Тек қана сұрақтан өзге, осы геометрия салудың өткенде негізгі 5 түрін көрсеткен болатын. Ең біріншіге қарай қойыңызшы. Осы берілген тақтада саналған ең негізгі үшеуін көрсетіп қойдым. Біріншісінде неше жарчеңберде берілді? 2 жарчеңберде. Бұның аталуы қалай болады? Мәдейін айта қойыңызшы. Берілген не ол? Берілген түзу, мысалы, берілген абы түзуін. Дұрыс айтасың. Бұның центрлері қайсы? 2 жарчеңберді салған, дұрыс айтасың. Ал центрлері? Центрлерін көрсете қойыңызшы. Жоқ, мына 2 жарчеңберді салған ғой. Центрлері. Ол қиылысының түйі. Неше қиылысының түйісі бар? 2 қиылысының түйісі. Центрлерін кім көрсете алады? Жоқ. Отыра қойшы. Кім көрсете алады? Кел ол. Центрлерін көрсете қойшы. Амен. Өте жақсы. Енді бұл сізде түзуді ортасынан не істеуді? Қақтыға көмегі жарчеңберді менің көмегімен салып көмегі. Екіншісінде сіздерге ненің көмегі, бұл жерде 3 кесінді берілген. Әр түрлі сантиметрлерде ұзындықтарда 3 кесінді берілген. 3 кесіндің көмегімен қандай фигураларды енді қарайықшы. Неше жарчеңбердің көмегімен салып? 3. Бізде А нүктесін центр қылып алып, қайсысы сізде жарчеңбер болады? Кім көрсете алады? Мына А нүктесін центр қылып алғанда қайсысы сізде жарчеңбер?